жатқанымызда. Топқа бөлініп, 3 топқа бөлінеміз. Гильдиясы арқылы топқа бөлінеміз. Мұқият өздеріңіздің есімдеріңізді қарап, сол топ бойынша отыратын боламыз. Топқа бөлінеміз. Осы оқушылар әркім өзінің тобына бара берсін. Сіздерге қазір сабақ барысында өзіңізді бағалау парақшасын беремін. Сол арқылы орындаған жұмыстарыңызды осы жаңағы кейс-үй әдісі арқылы өздеріңізді бағалап отырасыңыз. Жарайды ма? Үстіне есімдеріңізді жазасыңыз. Актерлеріңіз жаза берейік. Бәрімізге жетті ма? Бәрімізде бар ғой, енді оқушылар топқа бөлінген болса, тобымыздың атын шығару үшін сіздерге тапсырма беріледі. Мұқият қараймыз. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі сабағымызды тақырыбын және мақсатын шығаратын боламыз. Араб тілінің шарттары ағаш деген сөзден шыққан, ол бізде қандай? Шешірер, өте дұрыс. Ел мен ру арасында туысқандық байланыстарды қалыптастырады. Нығайтады. Ол бізде шешірер, өте жақсы. 19-20 ғасырда қазақ зиялылары зерттеуге күш салған, ол бізде шешірер болып саналады. Және де тарихи жадты сақтап, ұлттың тұтастығын қалыптастырады, ол бізде шешірер. Біз өте жақсы қазақтың төрін шешіресіді. Суретке мұқият қараймыз. Келесі сұрақ. Дулар тайпасынан Жаныс руынан шыққан, ол бізде қандай? Төле би, өте дұрыс. Ұлы жүздің биі ол бізде? Төле би, өте жақсы. Тәуке ханның бас биі, кейін 300-дің бас биі болған? Төле би. Соңғы сұрақ, Тәуке ханның 7 жарғы заңдар жинағын жазуға қатысып, елдің құқықтарын жүйесі қалыптастыруға атсалысқан, ол бізде әрине төле би болып саналады. Келесі сұрақ. Оның есімімен Қарағанды облысындағы бір аудан аталған. Бұл кім туралы? Қазыбек би. Біз қазақ деген мал баққан елміз деп басталатын әйгілі шешендік сөздің авторы Қазыбек би. Өте жақсы. Қазақтың 3 биінің бірі әділдігімен және шешендігімен танылған тұлға Қазыбек би. Өте жақсы. Орта жүздің арғын тайпасынан Қаракесек руынан шыққан, бұл бізде әрине Қазыбек би болып саналады да. Енді соңғы тобымызды атауын шығару үшін ел аузында оны шыншыл би, әділ шешен деген атпен қалған, ол бізде Әйтеке би. Әйтеке би. Кіші жүзігі Әйтеке би. Нұрпейіс би Байсарұлы ұлы болып ел бірлігі үшін қызмет еткен Әйтеке би. Сонымен қатар жаңағы басқа билермен де қоғам қайраткері болған, халықтың бірлігін айтқан, ол бізде Әйтеке би болып саналады. Ал енді оқушылар осы бізде шежіре туралы, билер туралы қарастырған болатын. Жалпы сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңыздар? Нелер туралы білуіміз керек бүгінгі таңда? Қазақ халқының шығу тарихы, одан кейін шежіресі, жеті атамызды, ата мекен, ата жұрт деген сияқты термин сөздерді қарастыруымыз қажет болады. Дұрыс айттыңыздар, біз қазақтардың ру тайпалық құрылымы, олардың ерекшеліктерін зерттеу керек боламыз да. Қандай әлеуметтік шектелуі болғанын. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қазақ қоғамындағы әлеуметтік құрылыммен танысу, қазақ қоғамындағы ру тайпалық ұйым түрінің қалыптасуын талдау, жаңағы сіздің соның ішінде айтқан ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз туралы білу болып саналады. Жалпы оқуымыздың мақсаты ру, тайпа, жүз, атамекен деген сияқты ұғымдармен танысу және соларды тапсырма кезінде пайдалану болып саналады да. Қазір сіздерге видеоматериал көрсетемін, мұқият тыңдаймыз, сол арқылы топ болып жұмыс жасаймыз.
Birinchi to'p ол bizde ұлы жүз, қандай би? Төле би. Екінші топ орта жүз, қазбек би. Үшінші топ ол бізде әйтеке би. Өте жақсы оқушылар, енді видеоматериалға назар аударамыз. Адамның басшысының ақыл, шолышысының ақыл, жетекшісінің талап, қорғаушысының сабыр. Мен Қазыбек би өсиетім адам болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Мен әйтеке жастарға өсиетім, жігіттің жақсысы, дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Сіздерге үш биді несі нақыл сөздері көрсетілгенде, енді топтық жұмыс орындау үшін біз назар аударамыз. Егер сен би болсаң, қазіргі заманда ел ішіндегі қандай мәселелерді шешер едің? Топ болып ойлан, мысалы ортақ пікірге кел. Енді сізге топтық тапсырма. Топтық жұмыс. Егер сен би болсаң, қандай қазіргі таңда қандай мәселелерді шешер едің? Дискриптор 2 балл. Соған сәйкес топ болып ойланасыңыз, мысал келтіресіңіз, сонымен қатар ортақ пікір келесіңіз. Қазіргі таңда қандай мәселе болып жатыр, сол бір өзекті мәселені алып, сол бойынша мысал келтіріп, соны шешуге тырысамыз. Егер сен би болсаң. Жоғы басқа. Болдық па? Ойланып. Қандай мәселелер бар қазіргі таңда? Егер сен би болсаң, Төле би, Қазбек би, әйтеке би болсаңыз, қандай мәселе шешер едіңіз? Болдық па? Ал бірінші топты сұрайын. Айтам. Біз әділдік мәселесін шешерек. Қазіргі таңда бізде басты мәселе ол жемқорлық пен халық арасындағы әділдік орнатылмаған. Сол кейбір мәселелерді шешіп жақсартар едік. Әділдік орнатар едіңіз, да? Жақсыларға қандай қосар ойларыңыз бар? Мысалы, қандай мысал келтіре аласыңыз? Шешім айтсаңыз болады, яғни. Шешіміне заң алса бәрі ұтақ және мемлекеттік қызметкердің ашық жұмыс істеуін Заңның алдында барлық адам ортақ ретінде қарастырылса, өте жақсы. Ал тағы да қосар бар ма? Кім қосар? Ашық түрде жұмыс істеуін бақылауға, қарапайым халыққа бақылауға, беруге, рұқсат етуге де. Өте жақсы. Енді дискриптор бойынша өзіңізді бағалаңызда бірінші екінші топ. егер біз топ болатын болсақ, біз еліміздегі адамдардың арасындағы дау шешіп едік. Олар жер дауы, мал дауы, отбасы арасындағы дау, жастар арасындағы дау, сосын қоғамдағы әділетсіздік. Жастар қазір көп дауласып жатыр. Және де бізде жер дауы, адамдар біздің жерде дау шығарады, соларды шешеді. Жер дауы, мәселелерді шешеді. Өте жақсы отырғаныңыз. Ал үшінші топ. Айта қойыңыз. Егерде мен би болсам, қазіргі елімізде болып жатқан бірнеше мәселелерді шешер едім. Мысалға айтатын болсақ, әділдік орнату, білім сапасын арттыру, елімізде көптеген жастар бар, соларды қолдап, ауыл мен қаланы теңестіру. Ауыл мен қаланы теңестіріп, тағы да қандай жұмыссызды жалпы қазіргі жастардың нақты бағыты жоқ, олар болашақта не істеуі мүмкін болатынын білмейді. Егер мен би болсам, сол жастарға өз кеңесімді беріп, қазіргі сол басты мәселені шешетін едім.
басты мәселені дұрыс мамандық таңдау ретінде де және экологиялық мәселелерді шешетіндерін қалаларға, ауылдарға таза ауыз су орнатып және табиғатты қорғауға шақыратын едім. Әрбір субботник сайын қалаларда ауылдарды қоқыстарын тазартуға және әлеуметтік мәселелерге келетін болсақ, аз қамтылған отбасыларды азық-түлік пен материалдық жағынан барынша қолдауға тырысатын едім. Өте жақсы экологияға және отбасыларға көмектесу. Өте жақсы, өздерімізді бағалап отырамыз. Енді бізде толықтырғымыз болды. Келесі бізде жұптық жұмыс. Қазір оқушылар мен сіздерге қасыңызда отырған жұппен тапсырма беремін. Осы QR арқылы өзіңізді берген тапсырманы орындаймыз. Бұл сізде батырды анықта деп аталады. Осы QR-ды сканерлейміз. Бәріміз кірдік па QR-ға? Жұп қол жасаймыз, бірігіп. QR арқылы батырды анықтаймыз. Яғни сіздер зерттеушілік конференция әдісін білесіңіз, мәлімет табасыңыз, сол мәліметке дерек келтіресіңіз, факт айтасыңыз, оның құндылығын анықтайсыңыз және қорытынды ой түйіндейсіңіз, Сізге берілген кімде қандай батыр ашылған туралы зерттеушілік конференцияға орындаймыз. Жалпы батыр туралы, батырдың ерлігі мен оның тарихи рөлін сипаттайсыңыз, дерек келтіресіңіз, сол деректің құндылығын анықтайтын боласыңыз. Ол батыр қандай ерлік жасады, ол қай жүздің батыры болып саналады, қандай рудан шыққан деген сияқты мәліметтерді қарастырамыз. QR бағдарламасы ашылды ма? Болдық па оқушылар? Тарихта қандай рөл алады, қандай рудан шыққан, қандай көтеріліс басшысы болды деген сияқты сұрақтар төңірегінде қарастырамыз. Зерттеушілер конференция әдісіне қоямыз. Ал оқушылар болдық па? Аға, бірінші топтан бастайық. Қандай батыр түсті сізге? Айта ғой бейбас. Абайсай батыр 1598-1671 жылы қазақ халқының жолға шапқыншылығына қарсы күресіне ерекше үлес қосқан сипатты қолбасшы. Батыр өнері мен ұлы өзінің маңызды әлемін шыққан тарихи сол кәсіпкердің өлерімен табылып, ел қолалары батырлығының алғауы Қарасай батыр атырау қонысынан шыққан шапасы руының белгілі батыры.
17 ғасырда қазақ даласынан қауіп төндірген жоңғарларға қарсы шайқастарға қатысқан. Тарихи жазбаларда қарасай отыр, Орал шайқасының 1923 жылы Жәңгір ханның жанында болып, 1000 жауынгермен жоңғардың 20.000 әскеріне қарсы тұрғаны айтылады. Ел аузына оның ерліктері туралы жырлар аңызда сақталған. Өте жақсы. Жарайсыз. Ал келесі жыл. Айта алыңыздар. Бізге түскен батыр Сыпатай батыр, ол 1790-1867 жылдар аралығында өмір сүрген. Орта жүздің атақты қолбасшысы Абылай хан дәуірінен кейін ел бірлігіне қызмет еткен туған. Шыққан тегі рулы оның сыртын тармағы. Ол елдің тыныштығын қорғап, қазақ жерін сыртқы қауіпте қорғауға белсене қатысқан. Сыпатай батыр өз халқының бірлігін, батырлық пен әділдікті төрге қайраткер. Сонымен қатар Сыпатай батыр хан хандығының қысымына қарсы тұрған кезде олар оның жасақтарын бастап, Ташкент пен Шымкент өңіріндегі шайқастарда өзінің ерлігімен танылған. Сондай-ақ Ресей мен Қытай арасындағы саяси кезеңдерде елімізге қорғап, халықтың амандығын ойлаған. Қорытындылай келе, орта жүздің сиқырлығынан шыққан Сыпатай батыр ел бірлігін сақтап ерлігімен танылған тарихи тұлға. Оның батырлығы мен батырлығы бүгінгі ұрпаққа үлгі болып қала береді. Өте жақсы. Айдана. Бізге түскен батырлардың бірі Бөгенбай батыр 1680-1775 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақ халқының азат жолында алтын әріптен қалдырған даңқы қолбасшы, мемлекет қайраткері, туған жері Қодан Пәліштің ауылы, шыққан руы Қабдемалы руынан орта жүзінен. Өте жақсы, молодец. Сіздерге қандай батырлар түсті? Бізге Жанқожа Нұрмұхамедұлы 19 ғасырда Арал төңірегінде өмір сүрген атақты батыр. Халық күрескері, ол қазақ жерін Қоқан, Хиуа хандықтарының және патша үкіметінің озбыруынан қорғады. Жанқожа Нұрмұхамедұлының ерлігі мен тарихи рөлі өте зор. Ол Хиуа хандығының ауыр езгісіне қарсы халықты ұйымдастырып, елін қорғаған батыр болды. Жанқожа өз өмірін қауіпке тігіп, шапқыншыларға қарсы бірнеше рет көтеріліс бастап, жерін жалға қорғауды басты міндет етіп санады. Аға, өте жақсы. Жанқожа Нұрмұхамедұлы. Келесі топ. Махамбет Өтемісұлы 1804-1846 жылдары өмір сүрген. 19 ғасырдағы қазақ халқының еркіндігі мен әділдігі үшін күрескен батыр, ақын және қолбасшы. Батырдың ерлігі батылдық, намыстық, әділеттің символы. Оның шығармалары ұлттық рухты күшейтетін мәңгілік мұра болып қалды. Ол Исатай Тайманұлы бастаған 1866-1838 жылдары Бөкей ордасындағы шаруалар көтерілісіне рухани басшылардың бірі болған. Бізге Наурызбай батыр түсті. Наурызбай Төңірек руынан Қымырат тайпасынан шыққан ұлы жүздің батыры. Ол жоңғарлар шапқыншылығына Қабанбай Бөгенбай батырмен бірге шайқасқа қатысты. Ол тарихта мінезімен, ерлігімен қалған. Сондай-ақ ол дейтін Абылай ханның сенімді жас қолбасшысы болды. Өте жақсы. Сонымен қатар Наурызбай батыр Абылай ханның бас батыры, ту ұстаушысы ретінде елдің бірігуіне, жауға қарсы күштердің тоқтасуына ықпал етті. Оның ерлігі Наурызбай батыр 1729 жылы Аңырақай шайқасында қазақ қолының маңызды жеңісіне үлес қосты. Өте жақсы, жарайсыз. Келесі жұмыстарымыз жалғастыра беріңіз. Бізге Исатай батыр түсті. Исатай Тайманұлы 1791 жылы дүниеге келген. Бөкей ордасындағы хан сұлтандардың әділетсіздігіне қарсы шыққан қазақ батыры. 1836-1838 жылдардағы Исатай Махамбет көтерілісінің басшысы, Атырау өңірінде туған, ел арасында әділдігімен, ерлігімен танылған. Жәңгір ханның ауыр салық саясатына қарсы халықты бастап шыққан 1838 жылы Қиыл бойындағы шайқаста ерлікпен қаза тапты. Исатай Тайманұлы өткен күннің оқиғаларына емес болып қазақ халқының тарихи санасын, ұлттық болмыс және азаттық ынтымағын айқындайтын құнды мұра болып табылады. Өте жақсы. Бізде Райымбек батыр 1705 жылы қазіргі Алматы облысы Бөкей батыр қолбасшы. Ол ұлы жүз аудан ішіндегі аудан руының ұрпағы. Ол 17 жасында жоғары басқыншыларға қарсы шығып, ерлігін көрсеткен жаста батыр. Өте жақсы. Аңыздарға келетін болсақ, ата-аңызға айналған батыр ең белгілі аңызы анасынан алған батасы. Анасы берген бата Райымбекке рух, күш-қуат, жеңіс әкелгені айтылады. Сондықтан халық оны қасиетті Райымбек деп құрметтейді.
Жалпы Алматы қаласында Райымбек Батырға арналған кесене мен ескерткіштер бар. Көптеген мектептер, көшелер, ауылдар оның атынан аталады. Біз тексерейік. Барлығымызда осы батырлар аталған болады, иә? Наурызбай батыр, Исатай батыр, Сыпатай, Райымбек, Бөгенбай, Махамбет батыр, Жанқожа Нұрмұхамедұлы, Қарасай батыр және Қабанбай батырлар, иә? Қай жүзден шыққаны, қай рудан шыққан туралы мәлімет айтқан болатынсыздар. Өте жақсы. Өздеріңізді бағалап отырамыз. Енді жеке жұмыс. Жеке жұмыс ретінде QR-ды сканерлей қойыңыздар. Бәріңізге кіріп тұр ма QR? QR-ды сканерлейміз. Және бұл жерде өзіңізді әр оқушы өзіне жеті атасын жазады, жеті ұрпақ онын көрсетеді. Дәптерге жазасыңыз, болмаса тікелей портретке енгізе бересіңіз. Бәріміз QR-ға. Енді осы жерге әр оқушы өзінің жеті ұрпақ буынын көрсетеді. Дәптерге жазып, суретті түсіру арқылы жіберсеңіз болады, немесе тікелей портреттің өзіне жазасыңыз, иә? Назира, өте жақсы жазған өзіңіздің Ерлан, Молдабай, Ниязбай, Шошан, Бөгенбай, Баян, Сейітқұл деп. Өте жақсы жазасыңыз. Жазып па бәріміз? Астында алып қойып жатыр. Дәкен, Құлжан, Құрманбай, Істілеу, Айменбек, Қазыл, Әлтебек. Өте жақсы. Астында мен тұтып. Аха. Өте жақсы. Жаздық па жеті атамызды? Аха. Өте жақсы. Енді сіздерге жеке жұмысты орындап болған болсақ, сабағымызды бекітеміз. Сіздерге осындай сабақты бекіту қағаздары беріледі. Бұл мега-ми деп аталады. Жалпы бүгінгі сабақта сіз қандай мәлімет алдыңыз? Қандай жаңа терминдерді қарастырдыңыз? Не туралы қарастырдыңыз? Соны жазатын боласыңыздар. Аты жөнімізді көрсетеміз. Өзімізді бағалаймыз, аты жөнімізді көрсетеміз. Бүгінгі сабақта қандай дәрежелі сөздер не өткендеріңізді жазасыңыздар. Қандай мәлімет алдыңыз, қандай батырды қарастырдыңыз, қандай термин өттіңіз. Аты жөніңізді жазып қойсаңыз болады артқы параққа. Жазып па? Сосын міндетті түрде өзімізді бағалаймыз. Тапсырма топтық, жұптық, жеке тапсырма орындауымыз бойынша
әр тапсырмаға өзіңіздің балл беріп отырасыңыз. Кім айтады? Бүгінгі сабақта қандай термин сөздер, қандай мәліметтер алғаныңыздар? Мен айта ғой. Біз бүгінгі сабақта қазақтың батырлары туралы тың деректер ала алдық. Сонымен қатар қазақ шежіресі туралы жұмыстар қатыстық. Өте жақсы. Қарашаш. Біз бүгінгі сабақта көптеген батырларды білдік. Және де қазіргі заманға билердің керек екенін түсіндік. Одан кейін шежірені жете атана білу әр адамның парызы екенін. Өте жақсы. Тағы да, мына топтан бар ма? Біз бүгінгі сабақта шежіре туралы тақырып өттік. Бұл мен үшін өте маңызды сабақ болды. Себебі тарих бұл шежіреден басталады. Маған Қазбек бидің орнына өзімді қою арқылы олардың қызметінің маңыздылығын түсіндім. Өте жақсы. Тілек айтсын сабақты рефлексияға келеді. Айта ғой, Тілек. Мен бүгінгі сабақта қазақ батырларының ерлігімен таныстым және өз шитақанымда қайта есіме алдым. Үш бейтін даналық нақыл сөздерін есіме жаттадым. Өте жақсы. Парашаны маған жинап берейік. Тақтада көрсетілген слайдо деген жаңағы QR код тұрды. Соны сканерлеу арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс орнатамыз. Тапсырма орындау барысында неше ұпай алғандарыңызды міндетті түрде көрсетіп кетеміз. Кірдік па бәріміз? Орнатамыз. Жақсы әсер алды. Тақырып өте қызықты, түсінікті болды. Сабақ өте қызықты өтті. Өзімізге көптеген керекті мәліметтерді алдық. Кері байланыс орнатқан сияқты. Өзіңіздің бағалау парағын маған жинап бере қойыңыз. Аты жөндеріңізді жазып өзіңізді бағаладыңыз ғой, иә? Топтық жұмыста, жұптық жұмыста және жеке жұмыста. Енді оқушылар, бүгінгі сабақта біз ең басында қарастырған сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлайсыз ба? Аха. Не туралы білдік сонда? Батырлар, жүздер, билер, шежіреміз туралы білген болатынбыз. Яғни бүгінгі сабақта біз сабақ мақсатымызға қол жеткізген болатынбызды